топтарының атаулары бар. Қараңыздар, сіздердікі қанша шықты? 7 шықты ғой сіздердікі. Ал міне 7, сіздердің топтарыңыздың аты 7-ші болады. Тұқтыңыздар ма? Ал сіздердікі 1, ал сіздердікі қаншасыншы топ болады? 1-ші. Өте жақсы. Ал сіздердікі 9-шы орын болады. Ал міне сіздерді енді мен топтың атын былай атап отырамын балалар. 9-шы топ, 1-ші топ және 7-ші топ. Өте жақсы. Ал енді қараңыздар, мен неге 7, 1 және 9 осы сандарға. Ал кім айтады маған? Ойлаңыздар кәнекей. Неге мен сіздердікін 7 деп алдым, неге мен жоқ сандарды алмадым? Ал кәне? Ол не? Шығыс дейді. Жоқ, қателестің. Ал не себепті? Айтыңыздар кәнекей. Неге мен 7, 9, 1 алдым? Кәне? Ой, 719. 3-тан қалсам бұрасты бізде 2-ші класста өтпеді. 3-тан қалсанды өткен жоқпыз әлі. Кәне? Ал я? Кәне, кім? Білмей отырсыздар ма? Жоқ, сен бұрға. Енді мен сіздерге кішкене бір түсініктемелер сөйлейін, ә? Мен 1-ді, 9-ды, 7-ді неге алдым? Бұл бір атаулы сандар. Кәне? Атаулы сандарды. Я? Айта қой. Шыққан сандарды мен алып қойдым ба? Мен сендерге бердім ғой шыққан, әлі шыққан сандарды бердім ғой. Я, мен беріп қойдым ғой мен. Ал, кәне, атаулы сандар болады. Ал, жарай, тағы да бір екінші попытка дейін, ә сендерге? Ал, екінші попытка дейін. Бұл мерекелер. Ал, мерекелер. Дұрыс, өте жақсы. Я, қаншасыншы мамыр? 7-ші мамыр. Ал енді кім айтады? 7-ші мамыр қандай мереке бізде? Я, қандай мереке? Ұлдар, біздің мерекемізді көрсеші, біздің мерекеміз өте жақсы. Жоқ, балалар, бұл кәдімгі біздің бүкіл отан қорғаушылар күні, яғни жігіттер мерекесі, иә? Ал келесі, 1-ші мамыр. Қандай күн еді 1-ші мамыр енді? Бәріміз тойладық, иә, 1-ші мамырда. Қандай күн? Кәне? Не бол сіздерге? Кім көмектеседі? Қайда көмектеседі? 1-ші мамыр қандай мереке? Мамырдың 1-ші мерекесі дейді, иә? Жарайды, иә? Сөзін тоқтық. 1-ші мамырдың мерекесі болды. 1-ші мамыр балалар ынтымақ күні ғой. Яғни біздің Қазақстанда көп ұлттар тұрады. Қандай ұлттар тұрады еді? Кәне? Қандай ұлттар тұрады? Қазақтар тұрады, орыстар тұрады, француздар тұрады, ағылшындар тұрады. Қараңыз, бүкіл жапырақтың астында барлығы тұрады, иә? Ал бірақ біз дұрыс айтасың, Әзербайжан, өзбек, бәрі. Бірақ балалар қараңыздаршы, осы бүкіл ұлттардың барлығы бір шаңырақтың астында бәрі бірлікте, достықта, иә? Ешкім ұрсызда. Ұтқан күні де қазақтың. Не деген бағады? Не қандай күн? Жеңіс күні. Жеңіс күні. Ұлы отан. Жеңіс күні. Соғысында жеңіс күні екен. Өте жақсы. Ал, топтың аты белгілі ғой балалар. Сіздер. Топпен айтыңызшы кәдімгі. Қоймен айтыңыздар. Нешінші топсыздар? 9-шы. Сіздер? 1-ші. Сіздер? 7-ші. Жақсы. Ал, енді балалар, мен сіздерден қазір үй жұмысын сұрайын. Үйде біз өткен тақырып бойынша сан есімді соңғы тақырыбын аяқтаған болатынбыз, иә? Ал енді үйге қандай тапсырма берді? Кім айтады кәнекей? Я, қаншасын шақты бұл? Я, қаншасын шақты бұл? 34-ші жақсы, өте жақсы. Ал енді мен сіздерге қазір үй жұмысы кездейсоқ шеңбер деген әдіс тәсілмен сұрайтын боламын. Қараңыздар. Тақтаға қараңыздар. Білеміз ба? Я колесо фортуны, яғни кездейсоқ шеңбер. Қазір мен сіздердің барлық
сабаққа келмеген оқушылар да бар екен. Қазір мен мына дөңгелекті айналдырамын. Кімнің есімі стрелкаға яғни келеді, сол оқушы үй жұмысын айтады. Келсіз ба? Алып кеттік. Ал 34-ші жаттығуda дәптеріңізден оқи қойыңыз. Оқи қойыңыз. Ал тыңдаймыз, қалған тыңдаймыз. Жетік. Дұрыс па қалдар? Ал тағы да бір оқушынікі тексеріп көрейік. Балалар дәптеріңізді ашып қойыңыздар, сіздер бірге қалай тексеріп отырсыздар? Дәптерді ашып қоямыз ғой. Үй жұмысы, берген үй жұмысы қазір Темірланның жазған үй жұмысымен тексереміз. Ал кеттік, оқи қойыңыз. Жетік. Ал енді балалар, барлықтары үй жұмысын дұрыс орындап келгенсіздер, мен көрдім жаңа дәптердеріңізді. Енді мен сіздерге қазір мына шеңберді айналдыру арқылы сөз таптары бойынша сұрақтар қоямын. Келесіз ба? Я сан есім туралы сұрақтар қоямын. Ал дайын отырыңыздар. Айтөре жоқ, я бізде. Ал Темірлан, сан есім дегеніміз не? Я, саны. Өте жақсы. Бұл, сан есім ережесін айта ғой. Ары қарай басқа оқушыға мүмкіндік берейік, иә? Сан есімдер қандай сұрақ қойылады сан есімдерге? Неше? Тут отырамыз, иә? Неше? Ой, бетмардым. Ренжіді ғой мені. Ренжіп қалдым ғой. Ал, айға көріңіздер ашқан екен. Заттың санын білдіретін сөздерге қанша деген сұрақтар не істейді? Қойылады. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Ал енді қоса балаттар қояды. Келесі өте жақсы. Енді бір рет айналдырайық балалар, иә? Етістік, өте жақсы. Дұрыс па балалар? Дұрыс па? Өте жақсы. Онда қосып бастаймыз. Ал енді балалар мен сіздерді бүкіл сабақ бойы сендерді біздің қазақтың ұлттық ойыны қойды ғой барлықтар. Қандай ұлттық ойыны немен бағалаймын сіздерді? Асықтармен бағалайтын боламын. Ал енді қараңыздар, сіздердің алдыларыңызда мен алдыға дайындап қойдым. Мынандай дорба бар, кітаптарыңызда. 9-ші топ, 1-ші топ, бар ғой. Енді осы дорбаға өздеріңіздің асықтарыңызды, ұпайларыңызды жинап отырасыздар. Жарайды ма? Осыған жинап отырасыз. Ал енді мен жаңа үй тапсырмасын айтқан. Мына жақта бізде Тайыр айтты, үй тапсырмасын 1 балл беремін. Тамерлан екен ғой. Ал мына жақта бізде Айбар айтты, 1 асық қоям. Ал кімге? Нұр айтты, саған да 1 балл беріп қояйын, енді 1 асық беріп қояйын сендерге. Ал сіздерде бізде үй жұмысын кім айтты бізде? Айзере айтты, иә? Ал Айлин айтқан екен ғой бізде. Ал енді
болсаңыздар, онда 4 деген, яғни 4 балл қоямыз. 4 деген баға қоямыз. Ал егер де кім одан төмен асып жинап қалса, бүгін сіздерге бір сыйлық беремін дейінші. Иә, келісіп па? Ал кеттік енді. Енді балалар, мен сіздердің алдыларыңызда. Так, алдыларыңызға қараңыздар. Мынандай A3 қағазда осындай дайындап алып келдім. Қараңыздар, ашыңыздар, барлықтарыңыздар, ашыңыздар, түгел. Ашыңдар. Ортаға қойып істейміз, ортаға қойып. Ашық па? Енді осыны қараңыздар, балалар. Сіздердің жандарыңызға мен мынандай қараңыздар келіп. Көрдіңіз ба? Иә, барлықтарыңызға бақырыңыз. Енді сіздерге мынандай тапсырма. Бұл сіздерде постер қорғау болады. Постер қорғайсыздар, яғни біз жаңа сабақ тақырыбын ашамыз бүгін сіздер арқылы. Бұлай істейсіздер. Қазір сіздердің плакаттарыңызда қандай жазылды оқыңыздар. Бір таңбалы сандар, екі таңбалы сандар. Бір таңбалы сандар мен екі таңбалы сандарды біз қай пәнде өтетедік? Қай пәнде өтетедік біз? Дұрыс айтасыздар, қай пәнде өтетедік? Қане қатысамыз? Айдын, қатысамыз. Математика сабағын өтетіміз, иә? Ал бір таңбалы сандар тақтаймыз, кәнекей. Ол кес. Сіздер қазір мына қарандаштарыңызды қарап отырсыздар ма? Осы қарандаштарыңыздағы сандарды жазумен берілген соны оқисыздар. Мысалы 66. Бұл неше таңбасы? Екі таңбасы. Не десем екі таңбалы санның астына жабыстырасыңдар тірелерімен. Жарай ма? Ал егер бір таңбалы сан болса, бір таңбалы сандардың астына жабыстырасың. Ол кес ал жабыстырды. Көрсетіп жүрейік, не істедіңдер ал? Міне, қараңыздар, не істедіңіздер? Ал, сіздерді қайда? Я көрсе қошып қоямыз ба? Жасаған жұмысына көрсетеміз ба? Қараңыздар. Ал, қолыңдар ба сіздер? Әлбет келесі табар. Ал енді орындарынан тұрып, қарандаштарды жабыстырыңыздар ма? Жабыстырыңыздар ма, иә? Балалар қараңыздар, енді мен бүгін қазақ тілінен балалар цифрласыз. Сандарды біз цифрмен жазап едік қой, математикада. Ал қараңыздар, біз қазақ тілде. Ал енді қараңыздар, біз қазақ тілде жайлар ал енді қараңыздар, біз балалар қазақ тілінде математикада мына сандардың
Ал қазақ тілінде қараңыздар, немен жаздық? Сөзбен жаздық. Сөзбен жаздық. Көрдіңіздер ме? Я әріптермен жаздық. Міне көрдіңіздер ғой, ал енді қараңыздар, бір таңбалы сандарды қараңыздар. Көріп тұрсыздар ма? Бір таңбалы сандар. Міне 6, 9, ана жерде тағы да 6, 2 кетті. Ал 2 таңбалы сандар неше сөзден құралған? 2. Қанша сөзден құралған? 2 сөзден құралған. Енді осыдан бала кім маған оп-оңай сан есімнің бір ережесін айтып береді. Түсініп отырсыздар ма? Я, кім айтып береді? Сан есімнің ережесі. Ал айта ғой, кәнекей. Өте жақсы, сан есімнің ережесі. Ал енді балалар қараңыздар. Мен бүгін бір таңбалы сандар мен 2 таңбалы сандар деп сіздерге постер форматын беріп тұр. Өйткені қараңыздар, бір таңбалы сандар бір ғана сөзбен жазылған. Көрдіңіздер ма? Ал менің сіздерге алып келген сандары 2 таңбалы сандармен жазылған. Көріп тұрсыздар ма? Ендеше бір таңбалы сандар тек қана бір сөзден ғана құралған, ал 2 таңбалы сандар 2 сөзден құралған. Енді осыдан барып біз бүгінгі жаңа тақырыбымызды ашамыз. Яғни сан есімдер 2-ге бөлінеді. Қандай болып бөлінеді? 2-ге? Қандай болып бөлінеді 2-ге сан есімдер? Я, айта ғой кәнекей. Дара және күрделі. Балалар, дара және күрделі деген сөз бізге таңсық емес. Дара және күрделі деген сөз бізге таңсық емес. Өйткені біз осының алдындағы өткен сөз таптарында да зат есімде, етістікте, сын есімде барлығы 2-ге бөлінеді. Қандай болып? Дара және күрделі. Дара деген сөзді кім түсіндіреді маған? Дара. Я? Жалғыз. Я, бір сөзден, яғни жалғыз өзі деген сөз. Өте жақсы. Ал күрделі дегеніміз? 2 немесе 3 сөзден тұрады. Ендеше бүгінгі біздің сан есімімізде қалады. Сан есімімізде дара және күрделі болып 2-ге бөлінеді екен. Міне, көрдіңіздер ма? Дара және күрделі болып 2-ге бөлінеді. Дара сан есім дегеніміз, мына сіздердің постерларыңыз арқылы кім ереже айтып береді маған? Дара есім қайсысы осы жерде? Жоқ, түрік емес. Мына тақырыбын айта қойыңыздар. Дара сан есімдер бізде бір таңбалы сандар болып шықты, иә? Ал күрделі сан есімдер 2 таңбалы сандар. Яғни енді осыдан кім ережені айтып береді маған? Иә? Зат есімге де, сын есімге де, етістікке де ұқсайды. Ал айта ғой, мәлімет. Жоқ, сан есім. Сан есім? Иә. Затын, санын, етін сөздерге сан есім деп атаймыз. Мына класс русская язычный екен барлықтары. Ал я? Затын, санын, етін сөздерге сан есім деп атаймыз. Сан есімдерге Тұрыңыздаршы балалар, сендер мен түсінбедіңдер ғой? Мен қараңыздар, бір таңбалы сандар дедімде, бір ғана сөзбен жазылған сан есімдерді алып келдім. 2 таңбалы сандар дедімде, мен 2 сөзбен жазылған сан есімдерді алып келдім. Енді осымен қорыта келген кезде біз мына жерден бір ережені шығарамыз. Яғни ереже шығарамыз осы жерде постердан. Қараңыздар, егер де бір ғана сөзден құралған сан есімдер болса, бір ғана сөзден, онда ол қандай сан есім? Дара сан есім. Өте жақсы. Ал егер де 2 немесе одан да көп сөздерден құралған болса, онда ол күрделі сан есім. Білесіздер ғой, дара дегеніміз жалғыз өзі деген сөз. Яғни бір ғана сөз деген сөз. Ал күрделі дегеніміз 2 немесе одан да көп сөздерден құралады. Енді сіздерге тағы да бір айта кететінім, тыныш отырыңыздар. Мына жердегі сан есімдер, күрделі сан есімдер бір-бірінен бөлек жазылады. Мысалы, қараңыздар. 32, 13, 54 және 85. Көрдіңіздер ме? Күрделі сан есімдердегі сөздер
бір-біріне қалай жазылады? Бөлек-бөлек жазылады. Түсіндіңіздер ма? Ал ережені маған кім қайталап береді? Кім алып қайталап қой? Осы ережені дара және күрделі. Аха, мына ережені айтады сендер. Дара және күрделі. Ал айта ғой. Шұғла. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Дұрыс. Сан есім екі не одан да көп сөзден тұрады. Өте жақсы, мінекей ертең қазір. Ал, я. Сан есім дара және күрделі болады. Дара сан есімде. Бір сөзден тұрады. Күрделі сөйлесі екі сөзден тұрады. Сөзден тұрады. Өте жақсы. Мына топтан, бірінші топтан кім айтады? Ал, айта ғой. Сан есім дара және күрделі болады. Дұрыс. Дара сан есім бір сөзден тұрады. Ал, күрделі. Сан есім күрделі болса, Я. екі немесе одан да көп сөзден тұрады. Өте жақсы бала. Ережені түсініп қоя бала. Енді ережені түсініп алсаңдар, қазір біз жаттығу жұмыстарын не істейміз? Орындаймыз. Ал енді барлықтарына мен мынадай конспект беремін. Мына ашыңыздар, ішін оқыңыздар кәне. Ал. Оқыңыздар. Ашамыз. Айбар кімге де бер ана. Гүлбар Мадырат бәріне беремін. Ал оқыңыздар. Екінші сынып оқушылары 22 Oldu mu? Okudunuz mu? Okudunuzlar edi. Bak, tındayız. Al, енді дұрыстап дауысыңды шығарып. Сіздерге жаңағы постер қорғағандарыңыз үшін сіздерге 4 балл қоямын. Ал, сіздерге 4 асып беремін. Сіздерге де дәл солай 4 асып беремін. Өйткені сіздер 4 дара сан есім және 4 күрделі сан есімді таптыңыздар, иә? Ал, енді сөйлемдерімізді оқимыз, сәлемдер. Басын шығарып. Ал, енді осы сөйлемнен сіздер сан есімдерді табасыздар және оның дара немесе күрделі екенін ажыратасыздар. Қайсы сан есім дара, қайсы сан есім күрделі екенін ажыратасыздар. Түсінікті ма? Ал, кәнекей. Және осы бала дәптеріңе жазасыңдар көшіріп, иә? Ал, дәптерімізді ашамыз. Қолға қалам аламыз. Түп-түзу болып отырып, көркем етіп жазамыз. Бүгінгі күнімізді жазайық, кәнекей. Міне, мамырдың 13-ші сынып жұмысы. Мамырдың 13-ші сынып жұмысы. Көркем етіп жазамыз, иә? Қолға қалам аламыз. Көркем етіп жазамыз. Ал? Бұл сөйлем ғой бастап келген. Апайларым айтады, мен театрға апарсын деп балаларды. Жазып болдыңыздар ма? Енді бала конспекттегі жазылған сөйлемдеріңізді дәптерге әдемілеп көшіріп жазамыз. Бұны емес, мынаны жазыңыздаршы. Оны ауызға орындаңыздар. Я, былай істеңіздер, бала. Былай істеңіздер.
Yedi'nin 99. 37. Yazamaz. 37. 37 şartı olacak. 37 şartı olacak. Biraz kolunda 37 şartı olacak. Birinchi argumentni ko'rkam etib yozib olinglar. O'ttiz yettinchi turda bilganim bir markam, bilmaganim. Bilganim 1.9, bilmaganim 99. Al endi konvertlarni qo'llarga qistamdi. Qani, tez konvert qistamdi. Konvertga so'ylamni o'qib qo'ying. Birinchi konvertimizga qanday so'ylam bor? 99. O'sha yerdagi sanasini deb aytamiz qariki. Sanasi 90. To'g'ri, shunday. To'g'ri. Alida aytmoqchi tushmagan o'sha yerda. To'q qaysi darasani qaysi kurdeli sanasi? Aytavay. 99 o qanday sanasi? Qanday sanasi? Al to'g'ri. Ya qanday sanasi? Bunga shaxsan. Asli sening keringiz. Shaxsi. Chiqdi. Al bu yerda sanasi deb, ya qaysi? 8 және 15 bunga shaxsi. Al qaysi darasanasi, qaysi kurgan sanasi? Dara sanasi al kurgan sanasi qaysi? 15 bunga shaxsi. Al sistemi konvertlaringizda qanday so'ylab chiqdi aybar? 2-sınıf o'quvchilari 25-ma'lumotga teatrga boradi. Ya, al o'sha yerdagi sanasini diye. 20. Ya, ikkinchi және 25 al qaysi dara qaysi kurgan sanasi? 25 al dara. Bunga shaxsi. So'rang bolalar, so'ylangan shartmuda kundelikli umrga dara sanasini kurgan sanasini ajrata olamizmi? Dara sanasi qancha so'zdan turadi? Qancha? Al kurgan sanasi. Odanda ko'p. Al bola. Yozuvlarimni bitta deb qo'ya. Qo'llarimni qo'yinglar-da. Menga bir servis sanaydi. Ketdilar. Al, o'rningizdan turinglar. Al. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Danilo Benício, sejam bem-vindos ao canal Bate o Cabelo.
velhice, sejam bem-vindos ao canal Taco. Vamos lá, pessoal. Жақсы бала, сен көрсәтің ғой. Жауап алдың ғой. Ал енді бала, мен сіздермен жетінші тағы да бір не құрайын. Сіздердің алдыларыңызда түрлі түсті қағаз бар. Қараңыздар. Міне, түрлі түсті қағаз бар. Осыған мынандай маркер тұр. Көрдіңіздер ма? Маркермен кез келген бір схемасını жазыңыздар кішкенекей. Өздері кішкене бір маркермен жазыңыздар. Біреуге ғана, бала біреуге ғана жазамыз. Біреуге ғана. Жоқ, маркер бердім ғой мен сіздерге. Қараңыздар міне. Қомасы қайда? Ya, bir ғана санесін, бір ғана санесін. Кес, жоқ, біреуіне ғана. Кес келген, бұл кесі, дәу ұлтарыңыз керек, үлкен ұлтарыңыздар. Я, үлкен ұлтарыңыздар, біреу. Мына топта, жоқ, сіздер қазақ тілінде отырсыздар ғой, қазақша жазбайсыздар ма? Ой, жазбаша жазбайсыздар ма? Қане? Ya, ой, күшті, керемет. Біреу ғана. Мынау кішкене түрі түсті.
ойланатын сендердің қазір ішінде не түрлі түсті сендердің ең жақсы көретін попкорндарыңды алып бердім. Енді осы жерде қазір әр оқушы бір ғана попкорнды таңдайсыздар. Түсінікті ма? Және соның дара немесе күрделі екенін айтасыздар, және соған бір маған сөйлем бастырып. Келістік па? Ал бір-бірден таңдаңыздар. Менің сұрағым бар, мен сабақты түсін берім деген осы зымыранға апарып зымырандарды ұшырасыңдар. Кеттік. Жарай ма? Рахмет сендерге.